Оқу сауаттылығы апталығына орай жаңа ғасыр жастары атты челленджімізді бастайық. Жастар болашаққа баратын алтын көпір дейді дана халқымыз. Әрбір өскелең ұрпақ жеке қабілетіне және кәсіби біліміне сай қоғамымызда өз орнын табуы керек. Біздің әлеуметтік экономикалық даму жолымыздағы қарқынымыз жастардың қоғамдық саяси өмірдегі ұстанымына, олардың ертеңгі күнге деген сенімі мен белсенділігіне тікелей байланысты. Мен бұл челленджді мектебіміздегі 10-шы А сынып оқушысы Марс Назарға жолдаймын. Мен бұл челленджді сыныптасым Шұғадан қабыл алдым. Жалпы 21-ші ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры. Бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына кіруді мақсат етуіміз керек. Қалай? Әрине, болашақ жастардың қолында. Дамыту үшін жас ұрпақтың өз тілін жетік меңгеріп, сонымен қатар өзге тілдің бәрін білдемекші басқа елдің тілін білуіміз үлкен жетістік. Жалпы бұған жұмыс істеуіміз керек, әрине еріншектікті жеңіп елге қызмет етуіміз керек. Жаңа ғасыр, жарқын болашақ жастары. Мен бұл челленджді сыныптасым Аружанға жолдаймын. Мен осы челленджді сыныптасым Назардан қабыл алдым. Мағжан сенген жаңа ғасыр жастарының бірімін бе? Әрине, жақсы жақтарым да бар, бірақ та бұрыс қасиеттерім бар екенін де жоққа шығара алмаймын ғой. Ал мен жаңа ғасыр жастарының бойында болатын қасиеттерді қаншалықты білемін? Бүгінгі талапта жастарға керекті бір қасиет, бірнеше тіл білу деп ойлаймын. Келешек заманның кілті көп тілі білу емес пе? Соңғы кезде замандас жігіттердің бойындағы теріс қылықтарды, қазақи ұлдарға ұқсамайды жат бейнелерді көріп қынжыламын. Ал енді Аржанға жолдаймын. Мен осы челленджді Аржаннан қабыл алдым. Жаңа ғасырдың жастары ретінде мен өзіміздің құндылықтарымызбен ұмтылыстарымызды көрсететін әлемді қалыптастыруға жауаптымын. Бірақ осы жауапкершілікті шеше алмасам не істеймін? Қазақстанды дамыта алмай, оның құндылықтарын жоғалтып алсам не болады? Көп ойланамын. Бұрын-соңды болмаған мүмкіндіктерді шешуге тырысуым керек.